Голливудқа бару керек жоқ ол үшін. Жоқ, мен бола алмаймын. В театре было все, кроме вас деп. Сізде режиссер жоқ, менде актриса жоқ. Көңілімнен толмады да, штамп енді менің ғана қолымда емес, ол режиссердің де қолында, поэтому. Меніңше жұмыстың жаман жақсысы жоқ деп ойлаймын. Әрине, ол қалай болса да ол еңбек. Ты что, решила шутить с серьезными людьми? 2 дня тебе даю срок. Поняла? Иначе не жить тебе. Ең бірінші менің жұмысым ол тюльпан. Ең бірінші онда 19 жаста болатын да, 19-дан бастап сол. Ондай бала ешкімде болмаған деп санаймын. Жалғыздара өзіңсің, әкесінің көзісің. Содан кейін ол колледжді бітіргеннен кейін енді үлкен бір оқу орнына түсу керек болды. Мен Жүргеновке түсем деп ойладым. Содан кейін менің бірінші мастерім Оразалағы Жарқын Сәрсенбек сол Жүргеновте жұмыс істеген болатын. Ол кісінің енді методы сондай, енді ол кісі барын берді бізде колледжде. Енді содан кейін мен ойладым, барсам Москваға барайын деп, көрейін деп. Содан кейін тюльпан басталып кетті де, ол тюльпан тоже бірнеше жыл түсірілді. Бірнеше жыл түсірілгесін, уже жасым 22-ге келіп қалды, 22-ден аса бастады. Содан кейін жарайды көрейін деп, ендігі жылы уже кеш болады, тым, енді осы жылы көрейін. Түссем түстім, түспесем түспедім деп. Содан кейін барып көрдім, сосын түсіп кеттім. Содан кейін жарайды, оқыдым. Сол оқыған кезде сразу спектакльдер ойнай бастадық. 2-ші курстан бастап спектакльдер ойнаймыз. Содан кейін 3-ші курстан кейін уже зрительдер келе бастайды. 4-ші курста тек қана спектакльдер ғана. Сосын ол спектакльдерді, мысалы, әр театрдың өкілі келеді, сосын қарайды, егер де ұнайтын болса, ол спектакль шақырады. Осындай біздің бір сахнамыз бар, малый сцена болсын, көбінесе малый сцена да осындай көп зрительға емес, соған шақырады да ойнауға. Сол спектакльді сосын сонда көшіреміз. Содан кейін сонда ойнайсыз. Содан кейін солай 1-2 жылдай ойнадым. Бірақ түсірілім біткеннен кейін, осы Айкаға дайындық басталғаннан кейін уже съемка басталды. Содан кейін екеуін Айканы ешқандай жұмыспен біріктіру мүмкін емес болды да. Мен осы Айканы алатын болдым. Сразу уже бүкіл спектакльдан отказ жасап, осымен сосын 4-5 жылдай жұмыс істедік. Біріншіден, мысалы, осында келген кезде, мысалы, съемкаға, ол сразу обеспечение болады. Барлық группа, біз, мысалы, келген кезде сразу квартирада жалғайды, егерде Москвада тұратын болсақ. Ал съемочный площадканың өзінде біз усадьба болды. Исторический усадьба, ол баяғыда бір не болған, санаторий болған. Содан кейін ол құлдыраған санаторий, бірақ анау нелері қалғанда өзінің базалары. Сол базада декорация салынатын болды. Режиссердің тоже талабы болды, бір жерде бәрі түсірілу керекті, себебі сіз байқаған шығарсыз, Москвада пробка деген өте көп. Онымен біріктіріп съемканы жасау мүмкін емес, себебі шаршайсың онда пробкада отырып. Сол үшін режиссер айтты, барлығымыз бүкіл группа бір жерде өмір сүру керек, және декорациялар бір жерде болу керек, мысалы, осындай талап қойды. Тамағы, тұратын жері бәрі сол кісілердің мойнында болды, ал енді зарплата болып тұрды әрине, себебі мен шетел азаматы болғасын, маған зарплата жүріп тұру керек.
мен енді айтып өту керек, жұмыс қой бізде, жұмыс постоянно жұмыс. Үйге барғанда, үйге барып демаласың 3 ай. Ақша енді көп ақша керек жоқ, мысалы ешқайда барып, мысалы басқа шет елге барып демалу керек болған жоқ, себебі мұнда 9 ай жұмыс істеп, содан кейін 3 айға үйге барасың демалуға. Сол бізге ең басты демалыс болды, үйдегі демалыс. Сентябрь сіздерде нөшірі сентябрь-октябрьдан бастайсыздар? Сентябрь-октябрьдан бастаймыз, дайындық болады, содан кейін басталады. Декорацияның ішінде басталады, потихонечку басталып, содан кейін қар басталады, қармен біріктіріп осылай бір нәрселері өзгеріп отырады, бір актерлары кетіп отырады, біреулері келіп отырады, содан кейін бәрін осылай жұмыс істеп, содан кейін қыс өткеннен кейін тоже интерьерді тоже істейміз, көбінесе сонда түсіреміз. Түспеген нәрсені көктемде түсіреміз, содан кейін әбден әлсіреміз де, содан кейін үйге барып 5 бармақ жейміз де, жылқының етін. Сол ғой сағындыратын. Жоқ, қазір жоқ, мысалы енді жаңа бітті, содан кейін съемкадан кейін мен Ерлан Нұрмахамбетов деген режиссерді, сол кісіде көркем фильміне түстім. Содан кейін қазір февральда болуға тиісті болатын Сергей Бодровпен. О кісінің съемкалары қазір тоқталып жатыр. Мүмкін мартқа шегінді ме, может февральда болып қаламыз. Сондай. Енді тойды мен өткізе алмайтын шығармын. Жүргізу мысалы Қазақстанда қалай? Ол да өнер ғой, ол әркімнің қолынан келе бермейтін өнер. Мен басқаратын болса, қонақтар барлығы кетіп қалатын шығар. Айтып өткендей, мысалы Сергейдің мынау оның айтады ғой, изобразительная правда деп. Сол мен оны түсінемін, изобразительная правда деп. Себебі изобразительная правда ол біздің ғана қолымызда емес. Мысалы біз қазір сізді сахна беретін болсаң, біз екеуміз шай ішіп отырмыз да, осындай кино туралы сөйлесіп отырмыз. Біз оны қазір 5 минутты сізбен түсіре аламыз. Бірақ ол жай болады мысалы. Ал егер де киноға алатын болса, ол кинода оның предлагаемый обстоятельствосы болады. Оның сіздің өзіңіздің өміріңіз бар, менің өмірім, біз немен келдік, қандай жағдаймен келдік. Ол мысалы соны барлығын қарау керек. Жоқ, мен ондай талабым жоқ та. Ешқашан Голливудқа барып актер болғым келеді деген ондай ешқандай шын ондай болмайтын. Мен үшін өнерде атайын жер жоқ та. Әрине Голливудта енді камералары, костюмдары барлығы бар. Бірақ мен ойлаймын, өнер бір кино түсіргің келсе, сен қай жерде болсын, оны түсіре аласың. Мысалы, мен ешқашан Қазақстаннан соншалықты алысқа кеткім келмеді. Маған былай құрлықпен баруға болатындай жерге баруға болады. Бірақ Қазақстаннан көп алысқа кеткім келмейді, кете алмаймын да, себебі өте қатты жақсы көремін. Енді ел ғой, енді не айта аламын енді. Егер де Голливудқа бір рольға шақыратын болса, әрине қызықты роль болатын болса, әрине барғым келеді, әрине ойнағым келеді. Жан-жақты мысалы шетелдік актерлармен шетелдік жерде түсірілген ол жаман ба, мысалы ол сенің тәжірибеңе қандай үлкен ықпалын тигізеді. Ал былай әдейі басқа жаққа барып карьерамды істеймін деген ондай ойым жоқ. Әдейі кетпеймін де. Мысалы мұнда да режиссерлар жоқ емес, бар. Мысалы олардың әрқайсының, мысалы бізде айтатын, не деп, в театре было все, кроме вас деп. Әр адам өзі бөлекті, ол өзі оригинальный. Мысалы сізде режиссер жоқ, менде актриса жоқ, басқа актриса уже өзі бөлек, ондай актриса жоқ. Әркіміміз өзіміз бөлекпіз де, сол мысалы қызық. Себебі сіз мысалы егерде кино түсіргіңіз келсе, сіздің өзіңіздің көрініңіз қалай
өзіңіздің почеркіңіз, өзіңіздің жан дүниеңіз басқа. Мысалы, сіз осылай түсіргіңіз келеді. Ол қызық әрине. Голливудқа бару керек жоқ ол үшін. Менің достарым да маған мысалы айтады, сен неге осылай, сен неге инстаграмыңды кішкене суретке толтырмайсың деп. Білмеймін, мен тағы айтып кетемін. Мен жұмысты жақсы көремін да больше. Жұмыс мен үшін қызық. Мысалы, роль қызық. Соны болжап, сонымен жұмыс істеп, сонымен жүрген маған қызық. Ешқандай танымал болсын, мені осындай танысын деген ондай, маған ондай онша жақын да емес. Менің кәсібім ол кәдімгідей басқа кәсіптер сияқты ғой, мен өз жұмысымды істеп жүремін. Бірақ менің спецификам, менің кәсібімнің, егер де сен киноң жақсы шығатын болса, егер де жиі шығатын болса, сені танитын болады. Бірақ ол менің мақсатым болмайтын да. Мен ешқашан көп роль алсам ба деген, бүгін мынау роль, ертең мынау деген бір рольді алатын болса, мен оны ойнағым келеді да, осылай, тыңғылықты. Сол енді арманым енді әрине жұмыс істеп жүрміз, енді қалай да болса, енді әрине енді әр адам енді өз жанұясы болса деген арманы бар ғой, әрине. Кішкентай балаларым болса деген арманым бар енді әрине. Сол енді жұмыста карьерамда мен енді өзімді бақытты адам деп санаймын. Себебі ол бастан, мектеп бітіргеннен бастап, Құдайға шүкір жолым болып келе жатыр. Сол мен 2001 жылы мектеп бітірдім, 2000 жылы сол жерде жергілікті қазақ театры ашылды да, мысалы. Менің мектеп бітіргенімді күткендей десе, сол оған дейін ашылған болатын, бірақ жабылды, орыс театры болатын. Бірақ сол 2000 жылы сол театр ашылды. Сол көркемдік жетекшім, біздің мастеріміз бірінші Оразалы Ақжарқын Сәрсенбек, сол жерден жергілікті курс ашам деп осындай талабы болды, ол кісінің осындай мақсаты болды да. Себебі бір курсты түгелдей Алматыдан алып келді ғой, түлектерді. Олар жан-жақтан келген қазақтың балалары болды ол кезде. Сол енді солтүстік Қазақстанның да актерлары болу керек деп ол кісі ойлады. Сол ең бірінші экспериментальный курс ашқан кезде маған барып тәтелерім айтатын, ой, биыл сондай бір күшті курс ашылайын деп жатыр екен деп. Сонда мен бардым сразу мектеп бітіргеннен кейін. Сол кезде 3 жылда бір рет ашатын. Сонда мен соған лектім де, бірінші экспериментальный курсқа. Мысалы, мен ешқашан біріншіден актер болам деп ойлаған жоқпын, екіншіден осындай, содан кейін жарайды осындай келіп көрейін дегенде 300 бала бір орынға болатын осы ГИТИСта. Сонда да түсіп кеттім. Ешқандай мен ойлаймын, бұлай дайындалып, мен съемкадан келген школьный программаны білем, соны айттым, орыс әдебиетінен не білетінімді айттым. Сонда оқуға түсіп кеттім да, егерде бұлай бұйрық қой, сол бұйрық. Содан кейін бәрі осындай, бәрі Алланың қолында. Жоқ. Мен есіме түсіп отырғаны, ең соңғы эпизод, ол героиня баласын ең бірінші емізеді да. Сол сахна өте күрделі болды, ол монтажный стык арқылы, потому что актриса болды да, біздің знакомый актриса, кішкене жаңа ғана туған баласы болды, сол арқылы түсірдік та, монтажный стык енді. Сол ол кісі енді актриса болғасын, ол күшті, жақсы көмектесті да, бірақ сен оған жақсы монтажный не болу керек та, правильно оған кіру керек. Сен өзіңнің состояниеңді ұстап тұру керексің да. Сол үшін енді бір рет түсірдік соны барлығын. Жақсы шықты, бірақ маған жоқ өзіме. Басқаша болса деп. Басқаша, потому что ол кульминация болды да, ең финальный эпизод.
көңілімнен толмады да, содан кейін уже барлығы кетті. Режиссер Германияға кетті. Бір екі, үш, төрт күннен кейін уже Каннский кинофестивальде көрсетуіңіз керек, уақыт жоқ. Содан кейін мен айттым, давайте ол эпизодты түсірейік басқаша деп. Мен уже түсініп тұрмын, мен өзім сезініп тұрмын, оны қалай түсіру керек деп. Ол жылау керек та ол эпизодты. Содан кейін режиссер айтты, енді ол уже мүмкін емес, мен кетіп қалғанмын деп. Оны мен қазір түсіргім келсе де, продюсерлар уже барлығы айтады жоқ деп. Содан кейін мен айттым, давай мен продюсерлармен басқа сөйлесейін деп. Ол мен білем, оны мен жақсы қыламын деп. Жақсы эпизод шығады деп. Мен қанша жыл жұмыс істедім, мен қазір оларға сұрайын деп. Оған дейін жеткен жоқ, сұраған жоқпын, бірақ режиссер өзі келді Германиядан. Сонда түсірдік сол эпизодны. Енді жақсы болып шықты, көбіне ұнайды. Осы қызды аламыз, дауысын қатты қылып, театральный жақсы дауыс қоямыз деп. Сонда олар маған бүкіл енді московский говорды да, бізде енді акцент жоқ қой. Мұғалімдер, сахна тілінің мұғалімдері сразу маған, ой, все, бізге осындай задание берді, сол жақсы. А задание болды, чтобы мен громко разговаривала. А тут все. Ну, қазір қайтадан кішкене өзім қалай сөйледім, Петропавлда солай сөйлеген сияқтымын. Ал ең бастысында, мындай 4-ші курстан кейін, бәрі таңғалатын, қалай сөйлесесің деп, қалай орысша сөйлесесің, орысшаң мүлдем басқа деп Петропавлға барғанда. Жаргондар енді ондай жоқ, наоборот, классический болды, классический осындай. Олардың акценттері, ударениялары басқаша, сөздің несі, ударный слогы басқаша. Иә, бізде, мысалы, қазақтың сөздерінде бізде акценттері бәрі көбінесе былай бір сөзде қатты акцент болмайды, а орыс сөздерінде акценттерді өте қояды. Дайындығы өте көп уақыт алды десек болады. Дайындық керек екенді, себебі мен жүрісім барлығы жеңіл болды. Ешқандай бұл кеше ғана бала туды деген көрінбей тұрды да, ал режиссер, документалист болғасын, бұның ең басты шарты көрермендер сену керек та, 100% сену керек. Сол үшін енді бізде наблюдение деген болады, әрине ол жаңа босанған әйелдерге қарап, іс-әрекетін, оны іс-әрекеті ғана емес, сұрап, қалай, көп дайындық болды. Біріншіден физически шаршау керексің да. Шаршағанда сен 100% шаршай алмайсың, 100% шаршап кетсең, онда көзің басқаша болады уже. Көзің кіртейіп қалып, содан кейін бұл рөлді ойнау үшін үлкен концентрация керек та, ол әр өзі былай, мысалы, бір нәрсені алып отырсаң, барлық движенияларда оның өзіне сай движениялар болу керек. Сол үшін барлығын ұстап тұру керек та басында. Егер шаршап кететін болсаң, уже былай концентрация кете бастайды. Сол үшін енді өзінің бір несі болады, кондициясы деп айтады, 70%-дай нету керек та, шаршау керек та, қалғанын қалдыру керек та, сол рөлді ойнау үшін. Әр эпизод сондай дайындықпен келдік қой. Мысалы, Сергей Дворцевойдың өзінің методы осындай. Мысалы, ол кісі өзі сценарист, оның соавторы бар. Олар жазады историяны, содан кейін ол историяны ол кісінің айтуы бойынша литературная правда и изобразительная правда, олар екі түрлі деп. Мысалы, сен бір үлкен романды экранизировать мүмкін әрине, бірақ оның уже басқаша жұмыс істеу керексің да. Мысалы, кітап оқып жатқанда бір әсер, соны көшіре салу мүмкін емес. Оны сен жеткізу білу керексің да экранда. Сол үшін ол кісі сол сценарийін репетиция, прямо сборка деп аталады. Сол барлық сценарийін түсіріп шығамыз да осылай, макет қылып. Сол макет қылып түсіргеннен кейін ол сразу түсінеді, қай жері осал, қай жері мықты деген сияқты. Содан кейін дайындық басталады.
Дайындық басталған кезде ол обсуждение да болады. Себебі өзі автор болғасын өзгеріп та көп өзгеріп отырды. Енді фабуласы қалды осындай, қыз баласын қалдырып кетеді. Содан кейін ана сезімі ояна бастайды, содан кейін сондай жақсы көріп кетеді баласын. Сондай фабула қалды да, ал қалғаны әрине жұмыстары ауысып отырды. Қай жерде өмір сүретіні бәрі ауысып отырды. Себебі көп актерлар непрофессиональный болды. Сол үшін олар өздері келіп ойнаған кезде олар өзінің айтады ғой, свою правду деп. Енді өте керемет адамдар түсті ғой, өте жақсы адамдар. Оларды бәрін түсірген кезде, барлықтарымыз түсірген кезде уже бұрынғы сценарий уже түсінеді, басқаша қылу керек. Потому что оған дейін мысалы кішкене қатты кезде біреу керек болды да, басқа біреуді алды, ол ұнады, ол ондай қатты кез емес. Содан кейін кішкене ауысады, бүкіл сценарий, бүкіл история да сол адамға қарай ауысады, солай ауысып отырды да. Бір жылдай дайындалдық, содан кейін түсіре бастадық. Содан кейін түсіре бастағанда, бұлай, міне бүгіннен бастап түсіреміз, енді бір ай түсіреміз деген болған жоқ. Осындай нелер, дайындықтар болып жатты. Қар, осындай погода керек болды бізге. Қазір ғанық болып жатырды. Бұндай погоданы біз 2 қыс точно күттік та, потому что 2 қыс өте жылы көп күттік, себебі режиссердің тағы бір талабы хронология бойынша. Мен айтып өткендей, ол история сахнада туып отырды да, осылай деп. Сол үшін хронология, ең бастысы хронология болды тоже. 4 қыс. Иә, бірақ 2012 жылдан бастап 6 жыл түсірдік. Көп актерлар болды, олар мен айтып өткендей кәсіби актерлар емес. Олардың өздерінің жұмыстары болады, жағдайлары болады, жан-жақты. Олар көп актер болды, 40, өтірік айтпасам, бір 30-дан астам актер болды ғой бұл кинода. Солар енді әркім біреу келе алмаса, екіншісі. Содан кейін режиссер иллюстрация дегенді ұнатпайды да, мысалы, көрсетіп деген сияқты. Ол бұлай түсіріп жатқанда шынайы болу керек та, ол айтады, замочный скважинаға қарағанда случайно свидетель болып қалған сияқты болып түсіру керек болатын. Оны жүзеге асыруға оңай емес, мысалы. 1000 қанша, 100-ден астам, 200 проба болды, былай да. Енді біз айтады ғой, фанаты кино болмасаң, енді оған шыдауға мүмкін емес та. Біз енді осы кино жақсы шықсын деп, сондай шынайы болсын деп, соған настройка болды да бізде енді. Көбі маған айтады, режиссер бола аласың деп. Жоқ, режиссерлар жоқ, мен бола алмаймын. Себебі оған тағы да басқа таланттар керек та. Режиссерлар бірнеше таланттың өкілі болу керек та. Олар біріншіден салмақты болу керек. Салмақты болмау қалай болса, әрине талантты болу керек. Содан кейін олар бүкіл группаны жеткізе білу керек. Ол өзінің айтар сөзін айта білу керек. Ол, мысалы, актерлар келген кезде, біз мысалы актерлар ретінде біз келіп өтіп, қарап отырамыз ғой, күтіп отырамыз, мысалы. Не айтады екен, сіздің айтқаныңыз сену керекпіз біз. Әрине, қалай да болса сенесің, бірақ мындай айтады ғой, доверие деп. Ол өте үлкен енді жағдай, доверие. Профессиональный, мысалы, актерлар көп дубль жасай алады, көп роль ойнай алады. Себебі бізде, мысалы, егер де салыстыратын болсақ, біз стөл басында отырсақ,
мысалы актерларда бүкіл приборлары болады. Мына тағамды былай жеуге, мына тағамды былай, мынау беш бармақты қолмен жеуге болатын екен. Бізде барлығын біліп тұрамыз қалай ойнайтын. Ал мысалы непрофессиональный олар уже білмейді қалай, олар себебі мындай приборлар көп, тамақ көп, қай жағынан қалай алсам ба деген сияқты олар білмей тұрады. Бірақ енді кинода сіз енді өзіңіз білесіз, ол көбі неден типаждан байланысты. Кейбіреулерінің сондай типажы, что не надо никакие приборы, ол уже біліп уже ойнап тұрады өзін. Ең бастысы, мысалы, то, что мен профессиональный актер болғаным, көмектескені ешқашан біз штамп істей алмаймыз да. Себебі мен өзімше қалай істеймін, мен ешқашан мынаны былай істеймін, қолымды былай істеймін, мына жерде былай тоқтаймын, мына жерде былай істеймін деп ойламаймын да мен. Әр дубль ойнаған сайын сен ой арқылы келесің да, мысалы, сенің персонажыңа шай ішу керек екен, сол шай ішуге келесің, мысалы. Ал былай шайнекті алып мынаған құю үшін келмейсің. Саған үйретеді ғой, осындай цель, мысли, сол арқылы ешқашан штамп бола алмайды да сенде. Сен уже біліп тұрасың қалай істейтініңді. Ал енді әрине театрға келетін болса, театрда күрделілеу. Кинода непрофессиональныйлар ойнауға мүмкін, себебі типаждан көбінесе. А театрда енді, конечно, бірінші сөзіміздің бастағаны ол сценический поставленный голос, мысалы. Ол айқайламау керексің, бірақ даусың қатты шығу керек та. Станиславский бойынша ойнасаң, я в предлагаемом обстоятельстве. А сен, мысалы, я в предлагаемом обстоятельстве болса, сен жалғызсың ғой, сен өзіңсің ғой, мысалы, сен басқаша сен ойнай алмайсың ғой, мен, мысалы, осындаймын, осындай табиғат осылай қылып жаратты деп. Сол қалай рөлді, қаншама рөлді ойнасаң да, ол сен арқылы шығады ғой. Әрине, ол қалай болса бір-біріне ұқсап тұрады. Бірақ енді әр рөлдің тағдырлары басқаша болады, әр тағдырға басқаша реакция, әр ситуацияға басқа реакция. Сол үшін енді ол біріншіден режиссердің да көмегі, потому что сен қалай ойнап жақсы ойнайсың, бірақ режиссер коррекция жасап жатады, мына жерде мынау осылай деп басқаша шығу керек деп. Ол уже режиссердің қолында. Сол үшін мен ешқандай қорықпаймын штамп болады деп. Енді ол әрине күтім мындай басқа рөлдерді енді көбінесе барлығы ойлайтын шығар, мен сондай образым жұмсақ, ананың ғана рөлін ойнай аламын деп. Енді мен негізі ашықпын басқа да рөлдерді ойнауға. Сен өзің ғана жұмыс істей алмайсың, ол барлық біріншіден режиссер мен актердің жұмысы, содан кейін барлығы группаның жұмысы. Ол сондай коллективный жұмыс. Штамп енді менің ғана қолымда емес, ол режиссердің де қолында, поэтому рахмет. Сізге де творчестволық жетістік,